Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жас туристердің жеке гигиенасы. Сабағымыздың мақсаты жеке бас гигиенасы және оны қадағалау тәртібін ұғындыру. Сабағымыздың барысы жеке бас гигиенасы дегеніміз не? Тән гигиенасы дегеніміз не? Тіс және ауыз қуысы гигиенасы. Жеке бас гигиенасы дегеніміз не? Ол күнделікті денсаулықты сақтап, оны нығайтуға бағытталған шаралар. Бұл тән күтімі, ауыз қуысын, тісті тазалау, ыңғайлы аяқ киім кию, үй ішінде тазалық сақтау. Тән гигиенасы дегеніміз алдымен тері күтімі. Терінің дұрыс күтімі организмнің қалыпты қызмет атқаруына әсер етеді. Тері алуан түрлі физиологиялық функцияны орындайды. Жаттығулардан кейін күнделікті тұрмыста шаруамен айналысқан кезде теріні, әрқашан адам денесін, тіпті жалаңаш терінің де кір шалатыны рас. Тері үстінде пайда болған кір қабаты тері бездерін бітеуі мүмкін. Осыдан барып олардың функциясы бұзылады. Бітелген май бездерінде бактериялардың енуі туындайды. Микроорганизмдер әсерінен терінің бетіндегі органикалық заттар ыдырап, жағымсыз иіс май қышқылы бөлінеді және тері қабынуы, дерматит туындауы, басқа да іріңдеген тері аурулары пайда болуы мүмкін. Қол кірлегенде оның терісінде бактериялар көбейеді, ішек инфекциясы, гепатит вирустары жиналады. Жұқпалы аурулардың таралуында қол кірінің қаншалықты рөл атқаратыны көпшілікке белгілі. Қолдағы барлық микробтардың 90% тырнақ астында орналасады және оларды тек щеткамен ғана тазартуға болатынын ескерту керек. Бет пен мойынды таңертең және ұйықтар алдында жуса болғаны. Тері құрғақ болса, онда балалар сабынын, ланолині бар сабындарды пайдалану ұсынылады. Аяқты аптасына кемінде бір рет, әсіресе жазда, күнде жуып тұру қажет. Аяқ терлейтін болса, түнге қарай теріден құтылу үшін суық сумен аяқты жуып, табанды, бармақ арасын аптасына 2 рет 5% формалин ерітіндісі сіңген мақтамен сүрту керек. Тіс және ауыз қуысы гигиенасы. Сау тістердің физиологиялық, гигиеналық және эстетикалық маңызы бар. Тістерді және ауыз қуысын қалыпты жағдайда ұстау мақсатында кариес пен пародонт профилактикасы жүргізіледі. Тіс пен ауыз қуысы күтіміне мыналар жатады. Белгілі бір тәртіп бойынша тіс ысқышпен тісті тазарту. Тіс ысқыштың қылтандары не синтетикалық талшықтары бір-біріне 3-5 мм қашықтықтан бөлек. Кішігірім шоқтарын иіндестірілген. Бұл тіс арасында оның аралықтарына мейлінше терең енуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар щетканың өзінің де тазаруына бірқатар жеңілдетеді. Қызыл иекке массаж жасау ұсынылады. Нәтижесінде қызыл иек нығыздана түседі. Қансырау тоқтатылады. Күніне тіс 2 рет тазартылып тұрса, ысқышты орта есеппен алғанда 4 айда 1 рет, ал талшықтары синтетикалық болса, 6-8 айда 1 рет ауыстыру ұсынылады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, гигиена аурулардың алдын алуға және денсаулықты сақтауға зор ықпалын тигізеді.
Денені таза ұстау адамның әлеуметтік өміріне және оның физикалық және психикалық денсаулығына жағымды әсер етеді.